Ассалаумағалейкум, қадірлі Қазспорт телеарнасының көрермендері, сіздердің назарларыңызда көкпардан жасөспірімдер арасында Қазақстан Республикасының чемпионаты. Бүгінгі бағдарламада Батыс Қазақстан облысының көкпаршылары мен Маңғыстау облысының жігіттері өзара бақ сынайды. Бұл қос батыс өңірдің арасындағы бәсеке финалдық сындарға жолдама алу емес, жай ғана іріктеуден кейінгі өзара ұпай бөлісу екенін айта кетейік. Ортадағы төреші Бейбіт Салмаев, Қапталда Ақылбек Меңдіғалиев және Досан Еламанов, сондай-ақ Нұрлан Додай. Қызылорда, Ақтөбе облыстарының төрешілері бүгінгі ойынға әділ төрелік жасайды. Сонымен Батыс Қазақстан облысының құрамы мына тізімде көрсетеді. Бірінші нөмірде Айболат Базарбаев, ары қарай Армат Шагиров, Нұрлыхан Ұлықпанов, Аблай Ұлықпанов, Нұрмағамбет Жәндібеков, Алижан Мамаев, Мейрамбек Шияз, Бекнұр Серіков, Асланбек Төлегенов, Мейірім Меңдіғалиев және Доспол Төлепбергенов. Олардың қарсыластары міне сіздердің назарларыңызда туларын желбіретіп келе жатқан Маңғыстау облысының жігіттері. Олардың да құрамымен таныстыра кетейік. Бірінші нөмірде талантты көкпаршылардың бірі Жасұлан Қуанышұлы, ары қарай Нұртілек Оразбаев, Жеңісбек Етрек, Ердос Биман, Батырбек Рамазанов, Дарынқан Әкімжан, Ерлан Дүйсенбай, Темір Ботбай, Ақжол Әнуар, Жанболат Исабаев, Батырхан Нұрбердиев және Ертай Әбдешевтер өнер көрсетпек. Міне ортадағы төреші Бейбіт Салмаев аттың тізгінін ұстап ортаға келді және осы ортадағы төрешінің пәрменімен қазір бәсеке басталмақ. Ал командасын Батыс Қазақстан облысының жаттықтыратын Айдар Сәрсенов екенін естеріңізге салайық. Команданың жетекшісі Дастан Мырзағалиев. Ал Маңғыстау облысының командасын жаттықтыратын Бақытжан Кенжебеков болса, командасының жетекшісі Қанағат Сүйебаев. Міне Жасұлан Қуанышұлы әдегеннен Серкені тақымға басып алғанын көрдіңіздер. Бұл Маңғыстау облысының ең үздік көкпаршыларының бірі һәм бірегейі. Және Серкені тақымда мықтап ұстап алып, қазір тізгінді қолға алып, жеке дара шауып келе жатқан сәтіне куә болып отырмыз. Мәреге жеке дара шыққан сәті, бұл салым болуға тиісті шабуыл. Міне керемет, өте тамаша және алғашқы есеп ашылды. Әдегеннен мінекей Сергей жерге тасталғаннан бастап көтеріп алған Жасұлан Қуанышұлы бүгінгі алғашқы салымның авторы атанып отыр. 1999 жыл туған шабандоз астындағы тұлпарын араб қасқа деп атаған екен. Әрине бұл астындағы жүйрік сәйгүлігімен бірінші салымды салып, бүгінгі ойынның көркін қыздыра түсетініне бір сенім артып тұрған секілді. Ары қарай тамашалайық. Сонымен жалпы Маңғыстау облысының көкпары соңғы кездері өте қарқынды дамып келе жатқан өздеріңіз білесіздер. Басқа өңірдің жігіттері мүлдем жоқ деп айту қателік болатын шығар. Дегенмен де көпшілігі осы Маңғыстаудан шыққан жастар. Осыдан бір 4-5 жыл алдын бұл өңірдегі көп адамдар көкпардың не екенін жай ғана дастан жырлардан, әдебиеттен ғана, тарихтан ғана оқып жүретін болса, қазір өздері куә болып соған Маңғыстау облысында ерекше көңіл бөлініп, қаржылай демеу білдіріп, жеке азаматтар болсын, облыс әкімдігі болсын, ерекше қолдап отырғанын өздеріңізді жақсы білесіздер. Соның куәсі міне қазір біз Маңғыстау облысының қандай деңгейде өнер көрсетіп жатқанын білеміз. Және ересектер арасындағы Маңғыстаудың Адай-ата көкпар командасы жыл сайын үздік үштіктің қатарынан көрінетінінде белгілі. Сондай-ақ бұл Адай-атаның сапында өнер көрсететін үш жігіт Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасының сапында әлем чемпионатында өнер көрсетті және Александр Попенканың салымы қалай есте қалды. Ермек Көбейдің қорғаныстағы өнерші, соның баршасы да осы Маңғыстаудың Адай-атасынан шыққан жігіттер. Сондай-ақ осы командадан қаншама аттар да әлемдік додада топ жарып қазақтың намысын қорғағанын айта кеткенім жөн. Жасұлан Қуанышұлы тағы да Серкені тақымға басып алғанын көріп отырмыз. Тағы бір шабуылды әдемі ұйымдастыруға келе жатқан сәті. Қазір Серке сытылып тақымнан түсіп қалғанын көрдік. Бұл жерде тақымның әлсіздігі болмаса басқа да бір жағдайларда Жасұланның еншісіне беруге болмайтын шығар. Өйткені қанша дегенмен де Серкенің салмағы бар, басқа бар, кішкене басқалай тұрып қалуы мүмкін тақымға. Сондықтан да осындай бір себептермен Серке жерге түсіп қалғанын көрдік. Енді Батыс Қазақстан облысының жігіттері Серкені жерден көтеріп тақымдарына басқанымен
Маңғыстаудың қорғанысы күшінде екенін көрдік. Ойын алаңның сыртына шығарып жіберді. Сонымен бәсеке әрі қарай жалғасады. Ортадағы жекпе-жектен жалғасады. Бұл жолы, яғни бүгінгі бағдарламадағы қос команда арасындағы кездесудің алғашқы жекпе-жегі бұл. Бекнұр Серіков пен Темір Ботбай шыққан екен. Бекнұр Серіков өз тақымына Серкені басып алды. Бекнұр осы Батыс Қазақстан облысының намысын қорғап жүрген палуандардың бірі, және көбінесе жекпе-жек сайысында ерекше көзге түсіп жүр осы жігіт. Нағыз ерді жекпе-жекте білесің деп Бекнұрдың өнеріне тәнті болып жүрген талай көкпардың сарапшылары осында сөз қып Бекнұрды осы командадағы бір көшбасшы азаматтардың бір ретінде қабылдап жатқаны әрине көңілге қуаныш ұялатады. Әсіресе Батыс Қазақстанның көкпарының да ерекше дамығанын осыдан аңғаруға болатын шығар. Тағы бір айта кететін дүние, Батыс Қазақстан облысының жігіттері көбінесе тек өздерінің облыстарынан шыққан, өздерінің аудандарынан шыққан жігіттермен шабады. Сол жақта бапталған аттарды мінеді деген секілді. Сонысымен де ерекшеленіп тұрады. Бірақ әзірге Батыс Қазақстан облысы жастар арасында да, жасөспірімдер арасында да, ересектер арасында да топ жарып, сол тұғырға көтерілетін үздік 3 команданың сапына әлі ене алмай жүр. Дегенмен де әлі уақыт бар. Көкпардың жаңа мерзімі, жаңа бір уақыты елімізде енді басталған секілді. Сондықтан бұл екі облыстан да алдағы уақытта біздің күтетініміз көп екенін жасырмаймыз. Ортадағы төреші Бейбіт Салмаев, Қызылорда облысының тумасы, Қазалы ауданының тұрғыны, қазір таңда сол аудандағы ұлттық спортты дамытып жүрген азаматтардың бірі. Әрине Қызылорда десе, Қызылорданың көкпар десе, Жаңақорған, Шиелі еске түсетіні белгілі. Осы оңтүстік аймаққа жақын жақтары десек те, осы Қазалы ауданынан кеп, сонау шеттегі Аралдың табанын жатқан елден кеп төрелік етіп, тек көкпарда емес, басқа да спорт түрлерінде, аударыспақта болсын, жамбатуда болсын, өзінің үлесін қосып жүрген азаматтардың бірі осы Бейбіт Салмаев. Ұлттық спорттың маңында жүр деп толықтай негізбен айта аламыз. Сонымен тағы да Серкені ойын алаңының сыртына шығарып жіберді. Енді ортада қайтадан жекпе-жек сайысы болады. Алғашқы салымның авторы Жасұлан Қуанышұлы болатын. Ойынның алғашқы минутында-ақ есепті ашқан Жасұлан, одан кейін де бір-екі рет шабуылды ұйымдастырғанмен сәтсіз аяқталғанын көрдік. Енді ортадағы жекпе-жекке тағы да сол Батыс Қазақстанның атынан Бекнұр шығуға тиісті. Көрейік қандай тартысты бәсеке болар екен. Сонымен міне ортадағы төрешінің пәрмені басталды. Жасұлан Қуанышұлы шыққан екен Бекнұр Серіковке қарсы. Жасұланның астында Қарагердің қалай тұрып қалғанын көрдіңіздер. Батыс Қазақстанның Оди дейтін сәйгүлігі осы көкпарда ерекше бір із қалдырғанын, атын қалдырғанын өздеріңіз жақсы білесіздер. Тура осы жекпе-жек сайысында бұл үлкен мүмкіндік Жасұлан Қуанышұлына, бірақ Бекнұр қайта келіп алғанын көрдіңіз. Бекнұрдың астындағы бұл күрең өте керемет өнер көрсетіп жатқанын көріп отырсыздар. Серкенің маңын бермей тұр. Астындағы Жасұланның астындағы Қарагер де қайтпайды. Сондықтан бұл жекпе-жек кішкене ұзақтау созылуы мүмкін. Ал көкпардың ережесі бойынша, егер 2 минут көкпаршылар ортадағы жекпе-жекте серкелерін жерден көтеріп тақымға басып алмаса, онда ойын тоқтатылады да ортадағы жекпе-жекке шыққан атта адамда ауысатын. Естеріңізге сала кетейік. Бұл ұлттық спорт түрлері қауымдастығы мен Қазақстан Республикасының спорт және мәдениет министрлігінің бірлесе бекіткен ережесіне сәйкес осындай. Сонымен жекпе-жекте әлі сол қос палуан және Бекнұр тағы да Серкені көтеріп алған жерден, алайда тақымға баса алған жоқ. Әттеген-ай, міне Маңғыстау облысының палуаны Серкені жерден көтере алған жоқ. Қазір сирақтан ұстамаса да теріге жабысып алған Маңғыстаудың жігіттері жерден көтергенмен қайтадан айырылып қалды. Серкені қайтадан тақымға басуға талпынып жатқан Ақжол Әнуар екенін айта кетейік. Ақжол Әнуар Серкені тақымға басып алды да астындағы бес қасқасымен шабуылға шыққан сәті жеке дара келді. Бұл салым болуға тиісті. Әттеген-ай! Қараңыздар, қандай тамаша мүмкіндікті жіберіп алды Ақжол Әнуар. Ақжолдың бұл шабуылына қарап қазір Қанағат Сүйебаевтар
сан соғып қалған шығар. Әйтпесе жеке дара киілді, ешкім жоқ. Ешқандай да асығыстық танытуға тура келмейтін жер еді. Бұған салым сала алмай қалудан бұрын қадірлі телекөрермен, бұл палуан Ақжол есімді кішкене асығыстық танытқан секілді. Оны өздеріңізді көріп отырсыздар. Қанша дегенмен жас қой енді. Бірақ десек те қазақ болар баланың бетін қақпа белін бу деген сөзсіз. Сондықтан кішкене қолпаштап демеу көрсетіп жүретін болсақ, Ақжол Әнуар өзінің бұл қателігінің орнын толтыратынын біз сенімен айта аламыз. Сонымен ары қарай жалпы командалық тартыс өтуде. Бұл жерде енді Серке мәресіздігінің жиегіне тиіп қалғаннан кейін ортадағы шеңберге тасталады. Барлық екі команданың жігіттерінің баршасы да Серкеге таласатынын айта кетейік. Бұл да сол ереженің бір тармағы. Соған сүйеніп айтып отырмыз. Сонымен тағы да міне Ақжол Әнуардың тақымындағы Серке мәресіздігінің тура ортасына кеп түсті. Бұл жерде төрешінің қандай шешім қабылдайтыны белгілі жағдай. Ақжол Әнуар қадірлі телекөрермен айтып ауыз жиғанша мінекей өзінің олқылығының орнын толтырып, сол әдемі шабуылын қайталап, астындағы бес қасқасымен Маңғыстаудың қоржынына тағы бір салымды әкеліп тастады. Өте керемет. Қараңыздаршы, қайталап көріністінде өздеріңіз көріп отқандай Ақжол Әнуар жеке дара шығып кетіп, бұл жолы кішкене ептілікпен Серкені тастаған екен еңкейіп барып, сондықтан да ортасында қалды мәренің. Мінекей есеп 2-0 маңғыстаулықтар осылайша алға шықты. Енді бәсекенің бірінші кезеңінің аяқталуына небәрі 5 минуттай уақыт бар. Бірақ 5 минут болса да бұл спорт, кез келген уақытта, кез келген сәтте есеп көрсеткіші ауысып кетуі мүмкін. Сәл ғана сәттілік жетісе болғаны. Бұл сондықтан да Батыс Қазақстан облысының жігіттері де оңай шағыла салатын жаңалық емес. Аттың үстінде ауып кеткенімен де бұл жерде Батыс Қазақстан облысының палуандары ары қарай ойында өте белсенді жалғастырып жатқан көріп отырмыз. Міне Көкшубармен келгенімен Батыс Қазақстанның жігіттеріне Серке бұйырған жоқ. Тиісінше бұл қоңыр Серкені жерден көтеріп тақымға басуға талпынған Батырбек Рамазанов болатын. Батырбек Рамазановтың көтерген Серкесі әрине тақымға толықтай түсе қойған жоқ. Ойын алаңның сыртына шығып бара жатқаннан кейін жерге тастап кеткенді көрдіңіздер. Енді тура сызықтың жиегінде өте тартысты бәсеке жалғасып жатыр. Егер осылай жалғаса беретін болса, онда бірінші кезеңде осы екі салыммен аяқталатын сияқты. Егер 1 минуттың ішінде Серке жерден көтерілмейтін болса, онда ортадағы төреші ойынды тоқтатып, бәсекені ортадағы шеңбердегі жекпе-жек сайысымен жалғастыруға тиіс. Және сол жағдайға біз бірге куә болайын деп отырмыз. Сонымен жекпе-жекке шыққан қос палуанның арасындағы бәсеке. Серкені кім болып бірінші жерден көтереді екен? Ол әзірге белгісіз. Қарагер мен торының тартысын көріп отырсыздар. Жасұлан Қуанышұлы әуелгіде араб қасқа дейтін күрең айғырмен шауып шықса, қазір қарагермен көш бастағанын көріп отырсыздар. Аттың атауы да сол. Міне қазір қарагер айғыр қарсыластарын қапыда қалдырып шабуылға бастауға ниеттенген еді. Алайда қалыңның арасынан қалай топ жарып шыққанын көрдіңіздер. Жасұлан Қуанышұлының тақымдағы Серке дегенмен де мәресіздігінің
сыртына шығып кетті. Маңғыстаудың жігіттеріне ары қарай шабуылды жалғастыруға мүмкіндік бар. Қазір сүйретіп барып мәренің ішіне тастай салса болғаны. Батыс Қазақстан облысының жігіттері, Оралдың оғландары да бұл жерде мүмкіндік бере қоймасы анық. Сонда да ары қарай талас тартыстың арасында Маңғыстаудың жігіттерінің бағы жанса, онда тезірек Серкені мәреге қарай сүйретіп әкелуге мүмкіндік бар. Алайда қазір Серке ойын алаңның сыртына шығып кеткенін көріп отырмыз. Сонымен ортада енді қайтадан жекпе-жек сайысы болатыны белгілі. Бекнұр Серіков пен Жасұлан Қуанышұлы шыққан екен. Бұл жолда Бекнұр Серкені жақсылап тұрып өзінің тақымына басып алды. Жасұлан Қуанышұлы Бекнұрдың тақымындағы Серкеге қанша жармасқанымен бұл тақымы берік балуан деп ойлаймыз. Сондықтан батыс қазақстандықтарға үлкен мүмкіндік бар. Бірінші кезеңде сәлде болсын бір салыммен салып есеп айырмасын қысқартуға теңестіріп үлгермесе де. Міне қазір командалық әріптесіне ұзатып сала берген екен Серкені. Бұл 4-ші нөмірдегі Абылай Ұлықпанов, қадірлі телекөрермен. Абылай Ұлықпанов қазір Серкені тақымға басып шабуылға шыққанымен Жасұлан Қуанышұлы жармасқан сәтке куә болып отырмыз. Мәреге қарай жақындады, аттың тізгін тез тартып тоқтату керек, бірақ ондай қылық көрсете қоймады. Енді Серке ойын алаңның сыртында. Ортадағы жекпе-жек болуға тиісті, бірақ егер оған уақыт жетсе, осы шабуылды күтіп тұрған секілді ғой Бейбіт Салмаевты. Бірінші кезеңге берілген 20 минут осымен аяқталуға жақын. Бірақ әлде сәлде болсын уақыт бар екен. Ортада жекпе-жек сайысы болып жатыр. Бекнұр Серік пен Ақжол Әнуар шығыпты. Бекнұр қайтадан Серкені тақымға басып, Шіркін-ай, қайта Серкені тақымға басып, міне ортадағы жекпе-жектен жеңіп шығып жатыр. Алайда соған бір демеу көрсететін, қолдау көрсететін командалық әріптестерінің болмай тұрғаны өкінішті. Атқа сауырына қамшыны басып, айналдырып шығып кетуге тырысқан Бекнұрдың тақымдағы Серке түсіп қалды. Төрешінің сықырығы да естілді. Демек, бірінші кезеңге берілген 20 минут осылайша өз мәресіне жетті. 2-0 есебімен Маңғыстау облысы алды. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса айта кетейік, бұл Батыс Қазақстан облысы мен Маңғыстау облысының жасөспірімдер құрамалары Қазақстан Республикасының чемпионат аясында өзара ұпай бөлісіп жатқанын айта кетейік. Бұл бәсекеден екі команда үшінде аса қатты маңызы бар деп айта алмаймыз. Мінекей тамаша 4-ші нөмірдегі Абылай Ұлықпанов әдемі шабуылды бастаған Маңғыстау облысына қарсы, бірақ Абылайдың тақымындағы Серке жерге түсіп қалды. Атойлап шауып келе жатыр еді Абылай батыр. Алайда өкініштісі сол, Серке жерге түсіп қалды. Алдынан кескестеп шыққан Маңғыстаудың қос азаматында аттың екпінімен ақ ала бөтен жойқын өнер көрсетіп әдемі өтіп кеткен, бірақ өкінішке қарай Серке жерге түсіп қалды. Тақымда тұрақтамады. Егер Серке 1 минуттың ішінде тағы да жерден көтерілмейтін болса, онда қайтадан сол жекпе-жек сайысына кезек береміз. Төрешінің сықырғы шалынды, демек ортада жекпе-жек сайысы. Сол Батыс Қазақстанның Бекнұр қайтадан шығатын шығар ортаға.
Иә, қызыл күрең тізгіндеген Бекнұр Ердос Биманға қарсы өнер көрсетіп жатыр. Ердос Биман астындағы Бозатпен тізгінді берер емес. Бұлақжал қаншалықта қауқар көрсететінін көрейік. Қызыл күрең қайтадан Серкенің маңын бермей тұрғанын көріп отырмыз. Бекнұр есімді палуан қызыл күреңнің үстіндегі еңкею керек қазір. Орайын таппай жүрген секілді. Қалауын тапсан қаржанат деуші еді қазақ. Сондықтан бұл жерде Бекнұрға кішкене командалық әріптестері көмектесіп сол команданың көшбасшысының қалауын келтіру керек секілді. Әйтпесе осылай ырғалып жырғалып жүргендері жүрген. Бекнұр Серіков пен Ердос Биман қайтадан сол жекпе-жекте, жаңағыда ұзаққа созылған жекпе-жектің нәтижесінде Серке ойын алаңының сыртына шығып кеткен болатын. Енді сол қос азамат қайтадан ортаға шыққан екен, бір Серкеге таласып. Қазақтың табы қалған бұндай ұлттық спортқа расымен де 17, 16, 18 жас асып кеткенде балалардың өнер көрсетіп жүргені, жасөспірімдердің өнер көрсетуі бұл үлкен қуаныш. Және тағы бір айта кететін дүние бар, қадірлі телекөрермен, мақтанатындай жағдай. Және қанша айтса да артықтық етпейтін шығар. Дәл жасөспірімдер, жастар, ересектер дейтін 3 категорияда олимпиадалық спорт түрлеріне тән тек осы біздің Қазақстанда ғана көкпардан жарыс өтеді. Ал қалған мемлекеттердің көбісінде осы қырғызыңыз бар, өзбегіңіз бар, тәжігіңіз бар деген секілді баршасында тек ересектер арасындағы жарыстардың өтетіні белгілі. Сондықтан біздің қазақ көкпарының ерекше дамуының бірден бір көзі осы үш бағытта өтетін жарыстардың нәтижесінде жатыр. Иә, қазір ереже бұзылды. Жапа Тармағатай тартыста 8-ші нөмірдегі Темір Ботбай, Маңғыстау облысының палуаны, ереже бұзғаннан кейін оны төреші 2 минутқа ойыннан шеттетті. Бұл Батыс Қазақстанның жігіттері үшін үлкен мүмкіндік. 3-ке 4 ойнайды. Бір жігіт Серкен тақымға басып алса, қалған үшеуі алаңда қалған Маңғыстаудың 3 палуанын жауып алып, асықпай мәреге шығуға мүмкіндік алады. Қазір бір-бірлеріне кедергі жасап жүрген көріп отырсыздар ғой. Дәл осы жерден бастау керек еді. Батыс Қазақстанның 3 қорғаушысы Маңғыстаудың 3 ойыншысын аттың алқыммен итеріп ығыстырып тастаса, асықпай бір палуан жерден Серкені көтеретін еді, мәреге барып бір салым топ еткізетін еді. Ай, шіркін, Бекнұр Серіков палуан екенсің. Серкені тағы да тақымға басып алды. Атқа қамшыны дұрыс басқан жоқ, көрдіңіз ғой. Соның нәтижесінде қадірлі көрермен Бекнұрдың тақымына басқан Серкесімен қосып ойын алаңының сыртына қарай бір-ақ ығысуы осының кесірі деп айтуға толықтай негіз бар. Еңбектің бәрі еш болып жатқан сияқты. Осы Бекнұрдың еңбегі, басқа командалық әріптестерін айту қиын әрине. Жерден Серкені көтереді, бірақ демеу жоқ, қолдау жоқ. Жасұлан Қуанышұлы қазір Серкені өз тақымына басып алған. Жасұлан қарагермен шыққан екен бұл жолы жекпе-жекке. Және Жасұлан, қараңыздар қалай
қарсыластарын қапыда қалдырып кетті. Міне, атты айналдырып, тізгінді басқа жаққа бұрып, қалың доданың ту сыртынан айналып өтуге барын салған Жасұлан қазір жеке дара шығуға мүмкіндік алды. Және бұл салым болуға лайықты шабуыл. Мәренің ішінде жатырма деп ойлап едік Серкені. Әттеген Айсол жиегіне тиіп қалған екен сызықтың. Енді ортада жалпы командалық тартыс болады. Жасұлан Қуанышұлы бұл олқылықтың орнын толтыра алар ма екен? Көрейік. Әдемі шабуыл болған Жасұланның тарапынан. Алғашқы салымның авторы ол Жасұлан Қуанышұлы дейтін. Одан кейін Ақжол Ануар есепте еселеген болатын. Бес қасқамен. Тағы да сол екі балуан ойынға араласып жүргенге ұқсайды. Иә, міне қазір Ақжол Ануар Серкеге талас үстінде. Жасұлан Қуанышұлы Серкені жерден көтерген, бірақ тақымына басып әлі үлгере алған жоқ. Батыс Қазақстан облысының жігіттерінің тақымына түсетін Серкені міне Ақжол Ануар алып кетті және жеке дара шыққан сәті бұл салым. Өте тамаша. Керемет. Ақжол Ануар есепте еселеді. Өзі асықпай жеке дара келіп, ең әуелі бір рет олқылық жіберген, соның орнын екі рет толтырып отыр. Осымен екі салымды салды Маңғыстаудың пайдасына. Есеп 3-0. Оның бас аяғы 3 салым салса бүгінгі ойында, оның екеуі осы Ақжол Ануарға тиісті. Көрдіңіздер ғой, қалай алып кетті Серкені. Қолдан жұлып алған күйі тақымға да баспай-ақ, содан сүйретіп апарған күйі мәренің ортасына тастаған Ақжол Ануар бүгін ерледі, қадірлі телекөрермен. Есеп 3-0. Маңғыстаулықтар осылайша қарсыластарын ойсырата жеңіп келатыр деп айтуға мүмкіндігіміз бар. Өйткені Маңғыстаудың тарапынан тек Бекнұрдың ғана, оның үстіне жекпе-жекте ғана ойынын көріп отырмыз. Басқа сәттерде маңғыстаулықтар мүлдем қарсыластарына мүмкіндік берер емес. Батыстың жігіттері қорғаныстан қол тиіп жатқан жоқ. Сонымен Серке ойын алаңының сыртына тағы да шыққанын көрдіңіздер. Енді ортада қайтадан жекпе-жек сайысы. Абылай Ұлықбанов Батыс Қазақстанның намысын қорғауға шыққан екен. Қандай тартыс. Серкенің екі бұтынан екеуі ұстап шыққан, тақымға дұрыс баса қойған жоқ бұл жерде. Жасұланның ең бірінші шыққан арап қасқасы осы болуға тиісті. Қазір Темір Ботпай мініп жүр. Темір Ботпай тағы да бір кезекті шабуылға шыққанның куәсі болып отырмыз. Атты бірден тоқтату керек. Сол кезде қарсылас қалып кетеді. Әлем чемпионатында Қазақстан ұлттық құрамасының ойынын көрдіңіздер ғой. Сол кезде біздің жігіттер осылай шабуылға бар жылдамдығымен аттың кетіп бара жатады. Тура мәреге жақындаған кезде тізгін тартық болады. Сол кезде ат бірден тоқтайды, қарсыластардың бәрі жанынан шауып өте шығады. Содан кейін асықпай, аптықпай салым салуға мүмкіндік ашылады. Сондай бір тактиканы бұл жерде барлық біздің командалар қолдануға тиісті. Өйткені өзі соған лайықты қазіргі ереже. Жерге шапқаннан кейін. Міне қазір алаңға жекпе-жек аяқталмай жатып кіріп кеткен Батыс Қазақстан облысының палуанына көк қағаз көрсетіліп, 2 минутқа ол да ойыннан шеттетілді. Бекнұр Серіков осы ойында бірден бір көзге түскен палуан еді. Оның өзін міне қазір төреші ойыннан шеттетті. Жасұлан Қуанышұлы қазір Серкені тақымға басып қара кермен тағы бір әдемі шабуылды бастаған.
Жаңаған дәл осылай келіп, салым салмай қалған болатын. Бұл жол қалай болар екен? Иә, бұл салым. Өте тамаша, керемет. Жасұлан Қуанышұлы есепті еселеді. Бұл маңғыстаулықтардың дәл осы ойындағы жеңісінің нүктесі секілді. Өйткені ойынның 37-ші минуты қадірлі телекөрермен. Небәрі енді 3-ақ минут уақыт бар әрі қарай бәсекенің аяқталуына. Сондықтан да маңғыстаулықтар бұл жерде алға оқ бойы озып шыққан, өздерінің мықты екенін дәлелдеп отыр. Маңғыстаулықтар тіпті Батыс Қазақстан жігіттеріне серкені ұстатар емес, түрі қайсы екенін ұмытып қалған секілді. Жасұлан Қуанышұлы 1999 жыл туған. Міне ойынның 7-ші минутында бұл палуан әдемі бір салымның авторы атанып отыр. Және жастар арасында, ересектер арасында тіпті сұранып тұрған бір көкпаршы екенін көрсеткендей. Айболат Базарбаев қазір серкені тақымға басуға ниет білдіріп жатыр. Иә, басып алған жоқ әлі. Бірақ оған маңғыстаулықтар кеп жармаса кетті. Сөйтті де оп-оңай серкені жұлып ала салды. Маңғыстаудың жігіттер тағы бір шабуылды ұйымдастыруға дайын тұрған секілді. Бірақ тура ойын сызығының жиегінде жатыр. Мұндай сәттердің 90%-ында серке ойын алаңының сыртына шығып кететін белгілі. Иә. Айтып ауыз жиғанша қапталдағы төрешінің қызыл жалауы көтерілді. Енді ортада жекпе-жек сайысы болады деген сөз. Бұл жекпе-жек осы ойынның барысындағы ең соңғы жекпе-жек шығар. Өйткені бәсекенің аяқталуына небәрі 1-2 минут уақыт қалды. Өз жекпе-жекке берілетін 2 минут. Бейбіт Салмаев бастаңдар дейтін рұқсатын берді. Абылай Ұлықпанов пен Ақжол Әнуар шыққан екен. Абылай бұл жолы аттан құлап қалғанын көрдіңіздер. Ешқандай да бұл жерде қарсыласының қастандығы болған жоқ. Жай ғана өзі аты сүрініп құлап қалғанын көрдіңіздер. Оны тамаша пайдаланған Маңғыстаудың өрені серкені тақымға басып алған, бірақ аттың тізгініне ие бола алмай қазір тоқтата алмай ойын алаңының сыртына шығып кеткенінде көріп отырмыз. Соңында тіпті Бекнұр Серіков бұдан серкені жұлып алды. Бекнұр астындағы қызыл күреңді ауыстырып басқа бір топай көкпен шыққанын көріп отырмыз. Сонымен екі командаға берілген 40 минут осылайша өз мәресіне жетті. Және 4-0 есебімен Маңғыстау облысының жігіттері оқ бойы алға озып шықты. Бұл көкпар бағдарламасы, бағдарламаның режиссерлары Руслан Дәулетов және Нұрсұлтан Темірханов. Ал комментатор әдеттегідей өздеріңізбен бірге Қайырхан Мәулен. Амандықта жолыққанша.